Біз бағдарламамызда ас бөлмеде жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта керемет шебер аспаз. Өздеріңіз көріп тұрғандай таныс болыңыздар. Жандос Құралбайұлы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Қуаныштымыз сізді біздің студиямызда көргенімізге. Сонымен бүгін біз тамақ дайындаймыз. Өнімдерге қарағанда тамақтың ерекше түрі болайын деп тұр. Және көп екен. Тағамнан. Айтып берсеңіз. Нақтылап барлығын. Қандай тағам жасаймыз және қандай өнімдер керек? Бүгін біз шакшука тағамын жасаймыз. Қандай? Бұл шакшука. Бұл негізі шакшука бұл қызанақпен қуырылған жұмыртқа. Бірақ біздікі сәл өзгешелеу болайын деп тұр, иә? Бұл негізі шакшука Израиль елінің тағамы болып саналады. Оның құрамына негізінде помидор, Қызанақ, болгар бұрышы, ақ желкен, солар кіреді. Мынаның барлығы не үшін? Бірақ бізде мына жерде жүгері бар, сарымсақ бар. Мынау не банкының үшін? Бұл енді дәмдеуіш шығар. Авокадо бар. Авокадо бар. Енді осының барлығын біз қалай үйлестіреміз, қалай қолданамыз, неден бастаймыз? Біздер негізі қазір өзіміздің елімізде жасалатын шакшуканы алып жатырмыз. Негізі оның түрлері көп, мысалы. Сол өзімізге Қазақстан неде жасап жүрген. Ақындап енді жасай берейік. Міндеттерді бөліп тастайық. Не істеу керек, айтыңыз маған, Жандос мырза. Пияз турайын ба? Бірінші пияз турап берсек. Қалай турау керек? Келіңіз. Өзім турайын. Мен турайын ба? Жарайды, өзіңіз турай беріңіз. Құрметті көрермен, міне біздің елімізде жасалатын шакшука жасап жатырмыз. Сіз кәсіби аспаз ретінде. Мен айта берейін, бұл кісілер пиязды кім турайтын ақылдасып жатыр. Шакшука бұл өзіміздің елімізде жасалатын бір жеңіл тағам түрі деп айтсақ та болады екен. Шынымен де пайдалы, өте қиын шеңкеш жоқ. Қызанақ, болгар бұрышы, ақ желкен, сарымсақ, тұздық, жұмыртқа, пияз, қызанақ бар. Осы сен не үшін ешқашан көмектеспейсің? Мен тамақ жеу үшін шақырылғанмын. Қойшы, бағасын беремін. үйренесіз ме енді ақырындап тамақ жасауды? Сіздер де бізбен бірге тағам жасаңыздар. Өздеріңіздің қызықты бір рецепттарыңыз болса, үйде жасайтын заңдылықтарыңыз, солай бір заңды жазылған тағамдарыңыз болса, біздің WhatsApp нөміріне жіберіңіздер. Біз оны дәл қазір оқимыз, ұнап жатса бағдарламада жасаймыз. Ал не істеп жатырмыз жеке біз? Нұржан. Пияз турадық. Нұржан. Негізі ер азаматқа тамақ жасаған өте жарасады, және де ер азамат дайындаған тамақ қашанда дәмдірек болып шығады. Сол үшін Жандос шақыртып қойыпсыз. Жеке, аспаздың өзі. Қазақ айтады ғой, жеке рас қой айтыңызшы. Шымшық сойса да? Қасапшы сойсын. Қасапшы сойсын. Көрдің бе, аспаз келгеннен кейін мен тағам жеп, әңгіме айтпаймын ба сіздерге? Жандос мырза, қарай салыңызшы, менікі дұрыс кесіп жатсыздар. О, тамаша. Білемін ғой мен еді. Пиязды кестік, енді не істейміз? Енді сарымсақ. Сарымсақ. Оны қалай істейміз? Сарымсақты бірінші езіп аламыз. Қолмен ба? Сосын майдалап тураймыз. Күш жетсе қолмен, күш жетпесе күш жетпесе пышақпен бе? Күш жетпесе пышақпен. Пышақпен, қасықпен. О. Ары қарай. Ары қарай табамызды қыздыруға қоямыз. Басқа не турау керек, Жандос мырза? Айтыңыз. Бізге қызанақты турап қойдық. болгар бұрышын турап қойдық. Жақсы. Аны әзірше мына ыдысқа салып қояйық. Ыдысқа салып қояйық. Құрметті көрермен көріп тұрсыздар ғой, мұнда өте бір қызу таңғы ас болып жатыр. Шакшука дедік, иә? Европалықты төрт бұрыш турасаңыз. Қалай? Төрт бұрыш турайық. Төрт бұрышты. Болды. Енді жеке айта кетіңізші, көбіне сіз қай ұлттық тағамдар жасайсыз? Европалық па, шығыстық па? Европалық. Таңғы асқа көрерменге қандай кеңес бересіз? Қандай тағамдар жасасын? Қандай таңғы асқа дұрыс? Пайдалы. Аспаз ретінде. Негізінде бізге ағзамызға жұмыртқа, сүт өнімдері көп қажет болады таңертеңмен. Сол үшін көбінесе осы шакшука, омлеттер, жұмыртқа, сүт, жұмыртқа, тағы. Қызған шығар біздің табамыз, иә? Ақырындап қуыра берейік. Май қосамыз, табамызға май қосамыз, ең бірінші. Май қосамыз. Өсімдік май ма, зәйтүн май мандағы? Майдың түрлеріне хабарым бар екен. Мен саған таңғалып тұрмын. Өсімдік майы. Және сары майды білем. Өсімдік майы. Оған ең бірінші не істейміз? Пияз қосамыз. Майымыз қызса егер
Аха. Осы аспаздардың айта кетіңізші, қазір жеке мына жазылмаған студия өзінің заңдылықтары бар ғой, өзінің пышағы болу керек, және несі болу керек? Көбіне сізге ыңғайлы. Өзіме ыңғайлы, көбінесе маған пышақ, и өзімнің Құрал-сайман. құрал-саймандарым. Бұл не? Бұл экономка дейді негізі бұны. Қарапайым тілмен айтқанда. Бұл көкөністердің қабығын аршатын бір құрал, иә? Бір құрал болып саналады. Сосын пышақ, Міндетті. сосын міндетті түрде. Сосын өзіміздің тақтайымыз болса, Жасауға жеңіл және жылдам болады. Мысалы, Жандос мырза, әртістерде түрлі ырымдар болып жатады. Мәселен, актерлерде мынандай ырым бар. Егер сценарий жерге құлап қалса, оны көтермей тұрып, ең алдымен сол сценарийге отырып алу керек дейді. Сол сияқты аспаздарда мысалы ырымдар бар ма? Жалпы аспаздар ырымшыл халық па? Аспаздарда ырым бар, негізінде көп. Жейік ақырындап, аға. Жұмыс жасау айта беріңіз. Ал қандай ырым? Ырымдар, иә, қызық болып тұр. Мысалы, егер ресторанда жұмыс істейтін болсаңыз, есіктің алдына қант себет. Ол қонақтарды шақырады, мысалы. Қант себет. Қандай қызық. Қант қымбаттап кетіп қиналып жатырсыздар. Жоқ, қазір. Жақсы. Не істейміз? Тұз қосамыз ба, бұрыш қосамыз ба? Әлде оларды артынан қосу керек па? Сосын қара бұрыш. Қара бұрыш, тұз, не? Бәрі бар. Мыналар не үшін? Жеке? Олар сәнін келтіруге. Әрлеу үшін. Авокадоны да біз сәнін келтіруге Иә, сәнін қолданамыз, келтіруге қолданамыз. Сосын авокадоның құрамында 77% не бар? Майдың адам ағзасына пайдалы май, көмір, су, Жалпы дәрумендер бар. дәрумендер көп. 70 қанша? 77%. 77%, құрметті көрермен. Авокадоны көп адамдар жақсы көре бермейді. Ақырындап Көп жегісі мен келе бермейді. тазалай берейік, иә, Иә, авокадоны? ақырындап тазалай бересіз. Мен білемін негізі, бірақ Тазалай салыңыз оны. иә, жарайды. Қобалжып тұрмын. Мынаны ыдысқа салып қояйық. Құрметті көрермен, жалпы Бұрыштан. жаңа айттық, бүгінгі таңғы асқа әрбір жаңа қашанда пайдалы тағам жеу керек. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бізде қарапайым жұмыртқа бар, ал 77%-ді авокадо бар. Енді біз осының барын араластырып, қуырылғанша сіздердің көмектеріңізге қыз жасауы жайлы ақпарат ұсынамыз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирда Жандос Құралбай мырзамен шакшука деген тағам жасап жатырмыз. Мен мінекей авокадоны тазалай бастадым. Осылай екі бөлікке бөлеміз. Одан кейін ішіндегі дәнегін алып тастаймыз, иә? Сосын мен негізі былай үйде жасаймын. Мен қасықтың көмегімен қабығынан тазалаймын. Иә. А сіз қалай жасайсыз? Кәсіби аспаз ретінде көрсетіп жіберіңізші, мастер-класс болсын. Кішігірім. Құрметті көрермен, міне 77%-ді, 77 дәруменге толы авокадо деп және аспаз өзі айтып кетті. Міне осылайша тез ғана қабығынан ашып алады. Біз сарымсақ пен пиязды қуырып жатырмыз. Болгар бұрышын турадық, қызанақ турап қасына қойдық. Енді ары қарай не істейміз? Енді қызанақ саламыз. Қызанақтан кейін бұрыш саламыз, иә? Болгар бұрышын саламыз. Ары қарай. Ары қарай пісіреміз осылан. Әдемілі қуырып аламыз. Жалпы әрбір тағамда да айтып жатады ғой, сіз пияз, сарымсақтар қаттырақ қуырылу керек екен. Дұрыс па сол? Сары болып, майшы, дәмді болып. Алтын түсті болу керек. Көкөністер жартылай дайын болған кезде біз жұмыртқаларды қоса бастаймыз, иә? Жұмыртқаларды қоса бастаймыз. Алтын түсті болу керек деді, құрметті көрермен. Құрметті көрермен, қиын ештеңе жоқ, өздеріңіз көрдіңіздер, рецепті де бай көрдіңіздер. Жұмыртқамыз бар, болгар бұрышы бар, қызанақ бар, авокадо бар. Осының барлығын араластырып, бір әдемі таңғы ас болып жатыр. Андағы? Енді жүгері қосамыз. Консервіленген жүгері. Оны да қосамыз ішіне? Шамамен қанша грамм? Шамамен 30-40 грамм. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, өздеріңізге ұнаған жақсы көрсеңіздер болды. Дәмдеуіштерден тек қана біз тұз бен қара бұрышты қостық, иә? Басқасын қоспадық. Сосын зира қостық. Зира қостық. Міне экранда құрамы көрсетіліп тұр. Жазып алыңыздар, суретке түсіріп алыңыздар. Немесе жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамызда да осыны алсаңыздар болады. Авокадоны қалай турау керек, Жандос мырза? Авокадоны 3 бұрышты қылып турасаңыз болады. Бірінші ортасынан бөліңіз. Ортасынан. Сосын 4-1 бөлігін бөліңіз тағы. Ол қалай?
осылай ма? Иә, сосын үш бұрыш. Өзіңізге қалай ыңғайлы турай беріңіз. Солай. 4 бұрыштап тұрайыншы. 4 бұрыштап тұрамыз. Жұмыртқаны қоса берейік ақырындап, иә? Тезірек дайын болса екен деп күтіп отырған көрермен барша, оның ішіне мен де кірем. Мен ғана емес. Студиядағы иісті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қой, қадірлі көрермен. Расымен біз оны сезіп тұрып жатты. Мына камераға сездіре алмайды сіздерге, бірақ камераның ар жағында тұрған біздің әріптестеріміз де сезіп тұр. Иә. Енді жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Ең қызығы басталайын деп. Енді құрметті көрермен, біздің жұмыртқамыз қуырылғанша, өзі жалпы әлемде тыңбай еңбек еткен жандар өте көп қой. Оның барлығы үлкен жетістікке жетеді. Соның бірі сіздерге таныстыра кетейік, Лана Мулан атты біздің Сәнбике. Ол Сәнбике өзі Мулан деген кейіпкерге ұқсайды, бірақ Сәнбикеге ұқсамайды екен. Менің құрдасым толығырақ көрейік сюжетте. Қымбатты көрермен, біздің таңғы асымыз дайын болайын деп қалды. Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасында біз дәл қазір шакшука тағамын дайындаудамыз. Бізде студиямызда қонақта Жандос Құралбайұлы аспаз. Сонымен, Жандос мырза, қалай болып жатыр біздің жұмыртқамыз? Дайын болған сияқты, иә? Дайын болған сияқты. 2 минуттай примерно бар. Авокадоны турап қойдық. Бәрін дайындап қойдық. Ақ желкенді қойдық. Ақ желкенді қойдық. Ар жақтан нан тұр, бұның барлығын біз безендіруге қолданамыз, иә? Безендіруге қолданамыз. Енді өз басым жартылай дайын жұмыртқаны ұнатамын. Яғни қатты піскен жұмыртқа маған ұнамайды. Сондықтан да енді қыздың жолы жіңішке дейді. Ала берейікші. Ала берейікші. Құрметті көрермен, шакшуканы үйде сіздер де жасаңыздар, міндетті түрде өте қиын емес, оп-оңай өздеріңіз көрдіңіздер. Көрейікші, Талғат мырза, Жандос мырза дайын болды. Қабамен бірге осылай беріледі сыздықтай. Пай, шіркін, қандай тамаша. Иісін-ай, әдемісін-ай. Жанына халапеньо қосамыз. Бұл қатты ашты бұрыш, иә? Иә, ашты бұрыштардың бірі болып саналады. Ол өзіміздің аппетитіміз, тәбетімізді ашу үшін. Онсыз да ашылып тұр тәбетіміз, Жандос мырза. Жүзіне қарап, тәбетіміз ашылып тұр. Сосын. Мынау қалай аталады? Бұл начос қателеспесем, иә? начос. Начос дегеніміз не жалпы? Начос дегеніміз ол Мексика тағамдары болып саналады. Картоптан жасала ма? Картоптан неден жасалынады. Ары қарай? Яғни бұл қуырылған картоп. Ары қарай авокадо. Авокадолардан саламыз. Не деген таңғас мынау? Мынандай таңғаш жесең, асқазанның өзі, қысқаша өз тілімізге айтқанда шок қойды. Қасына нан қоямыз, малды жеу үшін. Сөйтіп біз нанды үзіп, мал жейміз бе? жұмыртқаға батырып. Ақ желкенмен безендіреміз. Дәмін көрейік енді. Ал, құрметті көрермен, міне осылайша біздің шакшука тағамы дайын болды. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Көрініп тұр ма? Наны бар, барлығы бар, қалай жасалу екен көрдіңіздер. Енді дәм тату рубрикасы басталады. Сонымен аз болсын, Жандос мырза, сізге? Мен қолмен, нанмен үзіп жейсін тағам біледі. Мен де қолмен жейінші. Ал, құрметті көрермен, ал, бисмилля. Аз болсын, аз болсын. Сонымен. Ал, бисмилля. Біздің бағдарламамыздың ең бір ғажап сәті осы қадір көрермен. Камераның ар жағында отырған жандар әріптестерімізден кешірім сұраймыз. Редактор мырзалардан жеке сізге көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге, мынандай керемет таңғы ас бізге дайындап бергеніңізге. Күніңіз жақсылыққа толы болсын. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Қадірлі көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Дәл қазір эфир тізгінін Доброе утро Казахстан бағдарламасы жалғастырады. Сондықтан біздің арна қосулы болсын. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.